Сәлеметсіз бе? Назарыңызға Лесли Ньюманның Хачико, иесін күткен ит әңгімесін ұсынамын. Профессор Изабуро Уэно ұйқыдан ояна сала, сарғылт қоңыр түсті күшігі Хачимен ойнағанды жақсы көреді. Бүгінде сол әдетімен футонынан тұрмай, әдейі қимылсыз жатты. Тіпті көзін де ашпады. Ал Хачи оның оянғанын сезбеді дейсіз бе? Сезді. Әрине. Қожайынның оянғанын сол сәтте-ақ сезген, сұп-суық тұмсығымен қолын иіскелей бастады. Шыдай алмаған профессор, қайырлы таң Хачи деп күліп жіберді. Содан соң басын көтеріп, күшіктің екі көзінің ортасынан басталып, үшкір құлағының түбіне дейін жайылған аппақ жүнін сипалады. Жақсы ұйықтадың ба, кішкентай досым? Хачи иесінің сұрағына жауап қатқандай, мамықтай бұйра-құйрығын ойнақшы бұлғаңдатты. Түнді тыныш өткергеніңе қуаныштымын, деді профессор көзілдірігін тағып, жібек төсегінен тұрып жатып. Ал, кеттік Хачи. Шаруамызға кірісейік. Қой көк кимоносын киіп алып, соңынан ерген итті ымдап шақырды да, үй күтушісі базарға кетпес бұрын әзірлеп қойған таңғы асты ішуге төменгі қабатқа түсті. Татами бөлмесіне кірген соң, профессор шиден тоқылған кілемшені басып, жозының жанында тұрған жастықшаға барып отырды. Содан соң кесесіне ыстық көк шай құйды. Буы бұрқыраған шайды аузына апара жатып, қабырғада ілулі тұрған күнтізбеге көз тастады. Күнтізбенің ашық тұрған бетінде Жапонияға сәулесін шашқан ақшыл сары түсті күннің суреті бейнеленіпті. 1924 жылдың 1 сәуірі, деді профессор дауыстап. Бүгін тамаша күн болғалы тұр, кішкентай досым. Профессор бұл сөзді күн сайын айтады. Күндегі әдеті осы. Профессор Уэно кепкен балық, теңіз балдырлары, күріш, қуырылған жұмыртқа және тұздалған шалғам қосылған мисо сорпасын сораптай бастады. Күтуші күріш қосылған мисо сорпасын Хачиге арнап та әзірлеп кеткен болатын. Бірақ Хачи ит аяғының жанына барып, тамағын иіскеді де, бұрылып кетіп қалды. Есіктің алдына барып, шоқиып отыра кетті де, қожайынына жалынышты жүзбен көз тастады. Профессор Хачидің не сұрап отырғанын білді, алайда басын шайқап, жоқ Хачи. Таңғы асқа якитори жеуге болмайды, деді. Якитори Хачидің сүйікті асы. Бүгін жұмыстан қайтқанда кешкі асыңа деп вокзалдан бір-екеуін сатып аламын. Содан соң сен оны, үйреткенімдей, істіктен түсіріп жаттығасың. Ал қазір алдыңдағы тамақты же. Хачи орнынан қозғала қоймады. Профессор бұл жолы да оның не сұрап тұрғанын білді. Хачи күнде таңертең қожайынымен ойнайтын. Күндегі әдеті осы. Жарайды, Хачи, деді профессор күлімдеп. Сөйтті де, итаяқтың жанына барып, тізерлеп отыра кетті. Профессор ернін шолпылдатып, итаяқтан тамақ алып жеп жатқандай, кейіп танытты. Не деген дәмді күріш? Келші, Хачи, сен де дәмін көрші, деп, соқ-саусағымен бір шымшып күріш алып, Хачидің аузына тақат. Күшік қожайынның саусағын бір жалап алды да, тамақ жеуге кірісті. Бүгінгі таңғы асың ұнады ма? Деп сұрады профессор, Хачи тамағын тауысқаннан кейін. Хачи оған басын көтеріп қарап еді, тұмсығына 2 тал күріш жабысып қалыпты. Профессор күліп жіберді. Келе ғой, бетіңді сүртейін, кішкентай досым. Бұлай жүруге болмайды. Ол майлы қалып, Хачидің тұмсығын сүртті. Неткен сүйкімді едің? Хачи шоқиып отырып, басын көтерді де, иесінің мақтауына масайрай қарады. Профессор шайын тауысып, орнынан түрегелді. Ал енді дәрісті бастайық, Хачи. Келе ғой. Профессор Уэно көше жақтағы есікке қарай бет алып еді. Хачи дереу өкшелей ерді. Генканның бір қапталында ұзын жіңішке кілемше жатыр. Үстінде профессордың бірнеше аяқ киімі тізіліп тұр. Профессор үйге киетін шәркейін шешті де, табаны ағаштан жасалған, көшеге киетін кетасын аяғына ілді. Одан соң Хачиді ертіп далаға шықты. Шыға берісті кесіп өтіп, көшеге бет алды.
Қарашы, Хачи. Профессор күшігіне енді ғана қауыз аша бастаған, ал қызыл түйнектерге толы ағашты нұсқады. Жақында шиенің гүлдегенін тойлаймыз. Содан соң терең тыныстап, саф ауаны құшырлана жұтты да жанындағы кішкентай сергіне бұрылып, «Қане, бастайық» деді. Хачи, отыр. Профессор қатқыл дауыспен бұйыра сөйледі. Хачи дереу шоқиып отыра кетті. «Жарайсың», деді оған профессор. Хачи жер бауырлап жата кетті де, иесінен тағы да мақтау естіді. «Тамаша». Профессор Хачидің жанына тізерлеп отырды да, мойны мен иығынан сипап, «Неткен ақылды едің өзің. Айтқанымның бәрін түсінесің», деп сүйсінді. Даусының жұмсақ естілгені сонша, сыртынан көргендер оны сәбин еркелетіп отыр деп ойлар еді. Енді екі тапсырма қалды. Профессор орнынан тұрды да, даусын бәсеңдетіп, «Хачи, кел», деп шақырды. Өзі баққа қарай бірнеше қадам жасады. Ал Хачи сол жақ қапталымен соңынан ерді. «Жарайсың, Хачи. Енді отыр». Хачи иесінің айтқанын істеді. «Ал Хачи, үр», деді оған профессор. Хачи басын бір жағына қисайтып, не айтқанын түсінбей қарап қалды. «Хачи, үр деймін». Профессор тағы бұйырды. Алайда Хачидің даусы шықпады. «Ауп-ауп, ауп-ауп», деді ол күшіктің даусын салып, бірақ Хачи оған жауап қатпады. Осы кезде профессор даусының ырғағын өзгертіп, «Ауп, ауп, ауп, ауп», деп ашулы итке ұқсап, тамағын қарлықтыра ырылдай бастады. Хачи оған қарап тұра берді. «Жарайды», деді профессор амалсыз басын шайқап. «Бүгін ештеңе айтқым келмей тұрған сияқты ғой. Олай болса, мен басқа студенттерге дәріс беруге кетейін. Ал сен үйге кір». Профессор костюмін киіп, галстугін тақты да, кітаптарын жинап, құшақтап алды. Одан соң дәлізбен Генканға өтіп, былғары бәтеңкесін киді. Ол үйден шыққанда, Хачи қақпаның есігіне дейін соңынан ере жүрді. «Хачи, отыр», деді оған иесі. «Жарайсың». Профессор күшіктің тұмсығының ұшына өзінің мұрнының ұшы тигенше еңкейді де, «Сен сондай ақылды күшіксің. Өте тамаша итсің», деді бәсең дауыспен. «Күллі Жапонияда сенде ақылды ит жоқ, Хачи». Ол итін әрлі, берлі сипап, мұрнының ұшынан сүйді де орнынан тұрды. «Мен сағат 3-те қайтып келемін. Көріскенше, кішкентай досым». Профессор артына бұрылып, қақпаның ілмегін ашты. Бірақ есікті жабамын деп, қолындағы кітабының біреуін жерге түсіріп алды. Оны көтермекке еңкейе бергенде, көзілдірігі мұрнының ұшына сырғып кетіп, қағаздары шашылып, желге ұшты. Профессор сасқанынан қақпаның есігін шала жауып, көшеде шашылған қағаздарына қарай жүгіре жөнелді. Ал Хачи жартылай ашық есікті тұмсығымен итеріп жіберді де, иесінің соңынан ұмтылды. Оны көрген иесі, «Хачи, сен қалай шығып алғансың?» деді таңғалып. «Дәл қазір үйге қайт». Профессор зілді дауыспен есікті нұсқады. Бірақ Хачи орнынан қозғалмады. Тіпті үйге қарай бір-екі қадам жүріп те көріп еді, Хачи тапжылмай қойды. Тұрған жерінде шоқиып отыра кетті де, иесіне қадала қарады. Профессор Уэно терең күрсініп, сағатына үңілді. «Хачи, мен пойыздан кешігіп барамын», деді ол жалынышты үнмен. Хачи құйрығын бұлғаңдатты. Профессор тағы да күрсініп, басын шайқады. Ол ешқашан Хачиге ашуланған емес. «Жарайды, кішкентай досым», деді, сосын жеңілгенін мойындап. «Кеттік. Жүре ғой». Мұны естіген Хачи қуанғаннан бір орында тұрып, шыр көбелек айналды. Иесінің жанына жетіп барды. Сибуэ, қыс шатырлы үйлері көп, іргесінде өзен ағып жатқан, төңірегі егіс алқабына толы қала. Профессор мен Хачи бұрышта айналып, көп қабатты үйлер тізілген, екі жағын биік кияки ағаштарының шоқ-шоқ сары гүлдері көмкерген көшеге қарай бет алды. Жүрген сайын жол кеңейіп, көз ұшында қызыл ағаштан жасалған қақпасы бар,
жасыл шатырлы, синтаистердің биік ғибадатханасы пайда болды. Көшеде кезіккендер профессорға құрметпен бас изеп, құлағы тікірейген, бұйраланған құйрығын көтеріп, иесінің соңынан ерген Хачиге еріксіз таңдана қарады. Профессор мен Хачи теміржол станциясына жақындаған сайын велосипед тепкен, жаяу жалпылап, асыға басқан жолаушылардың қарасы көбейе бастады. Қара көк түсті феппи күртелі, қорап тиеген қос дөңгелекті ағаш арба сүйреген саудагерлер де ерсілі, қарсылы жүр. Хачи, отыр, деді профессор бұрышқа жеткенде сәл бөгеліп. Жасыл троллейбус өтіп кеткен соң, екеуі көшенің қарсы бетіне өтіп, теміржол станциясына барар жолдағы баспалдаққа қарай бет алды. Хачи тұмсығын көтеріп, баспалдақты бойлай орналасқан тамақ сататын дүңгіршектерден шыққан иісті құшырлана жұтты. Дүңгіршектердің бәрі жарқыраған қағаз шамдармен безендіріліпті, және әрқайсысы әртүрлі тамақ пісіріп жатыр. Біреуі кеспе мен тофу, біреуі сорпаға қайнатылған жұмыртқа мен балық, енді біреуі якитари. Сатушылар бүгін кешке дейін дүңгіршектерін ашпайды, деді профессор Хачиге. Ал сен таңғы асыңды ішіп алдың, досым. Кел бері. Профессор баспалдақпен асыға көтеріліп, теміржол станциясына арай аяңдады. Хачи оның артынан жүріп отырды. Қайырлы таң, профессор Уэно. Профессор артына бұрылып еді, крахмалдан қара форма, аппақ қолғап және қызыл жиекті қалпақ киген станция директоры оған бас изеп тұр екен. Қайырлы таң, Йошикава мырза. Мынау қайдан шыққан сүйкімді күшік, деп сұрады одан директор. Хачи мұның өзіне айтылған мақтау екенін сезе қойды да, дереу шоқиып отыра қалып, маңғаздана басын көтерді. Не істерімді білмеймін, деп. Профессор иттің желкесінен сипады. Осы жерге дейін соңымнан еріп келді. Пойыздан кешігемін деп қорқып, үйге де апарып тастай алмадым. Онда мен қарай тұрайын, деді Йошикава мырза тағы да басын изеп. Сізге қызмет етуге әзірмін. Сізден өтінуге дәтім бармай тұрғаны, деп күмілжіді профессор. Жоқ, сіз өтінген жоқсыз ғой. Станция директоры күлімдеп Хачиге қарады. Мен оны кабинетіме апарып отырғызып қоямын. Сізді әуреге салатын болдық. Ешқандай да әуресі жоқ, деп бәйек болды директор. Керісінше, сізде құрметті жанға сәлде болса пайдам тигені мен үшін зор мәртебе. Профессор станция директорының ұсынысына келісер, келіспесін білмей, қипақтап біраз тұрды да, амалсыз басын изеді. Содан соң, аригато, Йошикава мырза, деп алғыс білдірді. Ниетіңізге разымын. Сағат 3-те қайтып келемін. Күтіп аламыз сізді, деп станция директоры тағы да бас изеді. Айтпақшы, күшігіңізді қалай атайын? Оның аты Хачи. Хачи. Неге 8-ші? 8 маған сәттілік сыйлайтын сан. 8 санының иероглифі төңкерілген желпуруге ұқсайды, және төменгі жағы жоғарғы жағынан үлкенірек келеді, деп профессор ауаға саусағымен жапон иероглифін сызды. Ол болашағы жарқын болады дегенді білдіреді. Хачи менің 8-ші итім, сондықтан оның болашағы жарқын боларына сенемін. Ол бұған дейін қолға үйреткен иттерімнің бәрінен ақылды. Отыр, жат, соңымнан ер дегенді әлден түсінеді, және бұйрыққа бағынады. Тек үруді ғана үйрете алмадым. Бір есептен үре алмағаны да жақсы шығар, деді станция директоры. Кейбір иттер ауыз жаппастан үреді ғой. Оныңыз рас, деп жауап берді профессор. Бірақ мұнда әдет акиталарға жат. Олар ешқашан тектен текке үрмейді. Дегенмен даусын есту үшін болса да үруді үйретемін, деп едім. Профессор аяқ жағында тұрған Хачиге қарады. Бірақ Хачи үндемеді. Жарайды, деді содан соң ол. Маңызды бірдеңе айту керек болғанда, әйтеуір, бір сөйлер. Көмегіңіз үшін тағы да рахмет. Профессор станция директорына қарап, басын изеді. Ол айтқанымызды тыңдайды, себебі ол. Профессор күшігіне қарап, сәл бөгелді де. Өте ақылды ит, деп сөзін аяқтады. Содан соң билет тексерушіге пойыздың билетін көрсетіп,
Хашимен және станса бастығымен бірге темір жол жолақтарымен шектелетін қызыл шатыры бар платформаға шықты. Платформа сатушылар мен сатып алушыларға толы екен. Кейбір адамдар профессорға ұқсап жұмыс костюмі мен былғары туфли киген, ал кейбіреуі, әсіресе әйелдердің көпшілігі, үстіне кимоно, аяғына ағаш кета немесе сабаннан тоқылған сүйретпе киіп алыпты. Станса бастығы платформаны күзетіп алды да, профессор Уэно өрнегі көбелекке ұқсайтын, бүйірі бозғылт нефрит түсті абимен таңылған кимоно киген әйелдің жанына барып тұрды. Әйел заттарының бәрін жасыл фуросикиге салып алыпты. Түйіншегі шешіліп кетпесін деп, оң қолымен қысып ұстап, екінші қолымен кішкентай ұлының үстіндегі матрос костюмін түзетіп тұр. Киімін реттеп болған соң, екі саусағының ұшымен ұлының маңдайындағы шашын артына қайырып қойды. Ананы қара, Ока-сан деп, бала анасының қолынан сытылып шығып, саусағын шошайтты. Пойыз күтіп тұр. Бала Хашиге қолын соза беріп еді, анасы өзіне қарай тартып алды. Ясуо, абайла, қауып алуы мүмкін ғой. Осы кезде профессор, ол саған тиіспейді деп, Хаши мен баланың ортасына тізерлеп отыра кетті. Ол, өте сезімтал ит. Итіңізді қалай атайсыз деп сұрады бала. Хаши деді де, профессор орнынан тұрды. Ал менің атым Изабура Уэно. Мен Такахаши ханымын деді. Баланың анасы, профессорға қарап басын изеп. Ал мынау ұлым Ясуо, өзі сұрақ қойғыш. Осы сәтте Ясуо анасының сөзін растағандай дереу бұрылып, келесі сұрағын қойып үлгерді. Хаши қандай ит? Ясуо, деді анасы. Ересектердің мазасын алуға болмайды. Ештеңе етпейді. Сұрай берсін деді профессор. Хаши Акита тұқымына жататын ерекше ит деп мақтанышпен қосып қойды. Одан соң профессор ретінде Ясуо мен анасына Акита тұқымы туралы шағын мәлімет беріп өтуді жөн көрді. Акита тұқымынан шыққан иттер адамға шын берілген, адал, ақылды келеді. Бірнеше жыл бұрын Акиталар солтүстік Хонсю тауларынан әкелініп, алғаш қолға үйретіле бастайды. Ол уақытта бұл тұқымды тек қана императорлар әулетіне асырауға рұқсат етілетін. Акиталардың пайда болғанына 300 жылдан асқан. Хашидің жасы нешеде деп сұрады Ясуо. Ол әлі күшік қой. Бар болғаны 6 айлық. Мен одан үлкен екенмін деді Ясуо мақтанып. Сосын саусақтарын жазып, санай бастайды. Алдымен, деп, бас бармағын бүкті. Деп, соқ саусағын бүкті. Сан, ши, бу деп, қалған саусақтарын бүкті де, шаттана жұдырығын көтерді. Мен 5 жастамын деді содан соң. Жақында 6-ға толамын, ал бүгін алғаш рет сабаққа бара жатырмын. Мен де сабаққа бара жатырмын деді оған профессор. Ясуоның көзі шарасынан шыға жаздады. Ересек адамдар жұмысқа ғана баратын шығар десем, деді таңдала. Мен мектепте жұмыс істеймін деп, профессор балаға шын ықыласпен жұмысын түсіндіруге кірісті. Мен Токио императорлар университетінің ауыл шаруашылық факультетінде сабақ беремін. Өскен соң, сен де менің шәкіртім боларсың, бәлкім. Шәкіртіңіз болғым келеді. Осы сәтте сағат дәл 9-ды соғып, жолайрықтан пойыз көрінді де, станцияға ысқыра келіп, ентігіп барып тоқтады. Жолаушылар пойызға қарай ұмтылғанда, станция ағаштан жасалған гета шәркейлердің платформаға тарс-тарс соғылған дауысынан жаңғырып кетті. Адамдар жанынан асыға өтіп жатса да, профессор орнынан қозғалмай. Хаши, отыр деді итіне қарап. Хаши шоқиып отыра қалды. Ал профессор Уэно адам аяғы басылған соң, сәл еңкейіп, күшіктің қою қоңыр көзіне тік қарады да, сен сондай ақылды күшіксің деп сыбырлады. Өте тамаша итсің деді тағы ақырын ғана. Күллі Жапонияда сенде ит жоқ. Содан соң басынан сипап, тұмсығынан сүйді де, қайта көтерілді. Мен сағат 3-те ораламын. Профессор пойыз орнынан қозғала бастағанда вагонға секіріп мінді де, итіне қол бұлғады. Көріскенше, кішкентай досым.
Хачи иесін отырғызып алып жүйткіп бара жатқан пойызға қарау үшін мойнын созып тұрған жерінде платформада қалып қойды. Пойыз көз ұшынан көрінбей кеткеннің өзінде бос рельске тесіле қарап, тапжылмай отыра берді. Осы кезде арт жағынан Йошикава мырза келіп, иттің құлағының түбін қаси бастады. Бүгін күні бойы менің жанымда боласың, Хачи, деді, ол содан соң. Жүре ғой. Йошикава мырза кабинетіне қарай аяңдады. Бірақ Хачи қожайын кеткен жақтан көз алмай, шоқиып отыра берді. Біраздан соң бұрылып, станцияның есігіне қарай жүгіре жөнелді. Хачи, деді оған Йошикава мырза аппақ қолғабын бір-біріне ұрғылап. Қайт бері. Хачи оны елеместен кете берді. Хачи, деп тағы да дауыстады ол. Содан соң иттің соңынан жүгірді. Артынан біреудің қуып келе жатқанын көрген Хачи баспалдақпен тез-тез түсіп, станциядан өтіп, көшеге атып шықты. Йошикава мырза итті ұстап алғысы келіп, төмен түсті. Бірақ жұмыс орнын тастауға болмайтындықтан, алысқа ұзай алмады. Ақыры, не істерін білмей, Хачидің бұрыштан бұлғаң еткен құйрығына қараған күйі тұрып қалды. Сағат 3-те профессор келгенде, мына жағдайды қалай түсіндіреді? Сол күннен бастап, профессор күн сайын Хачидің пойыз қозғалған бойда үйге қайтатынын білді. Мұны оған үй күтушісі айтып берді. Профессор жұмыста болған уақытта Хачидің де қолы босамайды. Табанын жалап, құйрығымен ойнайды. Жермен жеткен иісті тіміскілеп, таяқ шайнайды. Күндіз ауладағы шие ағашының саясында шуақтап ұйықтап алады. Бірақ иесі мінген пойызды кешікпей күтіп алу үшін дер кезінде оянады. Ал станция директоры Хачиді көрген кезде уақыттың қанша болғанын түсіне қояды. 3-ке 5 минут қалды, дейтін ол. Вокзал қабырғасында ілулі тұрған үлкен дөңгелек сағатқа көз тастап, Хачи, сен әдеттегідей уақытында келдің. Мен енді сағатқа емес, саған қарайтын болдым. Жылдар жылжыды. Ал профессордың өмірі бір сарынды өтіп жатты. Хачи екеуі сакура гүлдеген көктемде де, жаңбырлы жазда да күн сайын темір жол станциясына бірге барып жүрді. Жапырақ жауған күзде де, қар басқан қыста да таңертең екеуі вокзалды бетке алатын. Профессор қашанда пойыз жылжи бергенде ең соңғы болып мініп, станцияға келіп тоқтағанда елден бұрын түсетін әдетінен тамған емес. Ал Хачи әрдайым оны күтіп тұратын. Ол ешқашан не 1 минут ерте, не 1 минут кеш келмейді. Әрі қожайынын көрген бойда жанына жүгіре жетіп, саусақтарын жалап, шыр көбелек айналуды ұмытпайтын. Бірде, мамырдың басында, профессор мен Хачи үйден ерте шығып, темір жол станциясына қарай аяңдады. Бір уақытта профессордың көзі жол бойындағы үйлердің алдына, бамбуктен жасалған қадаға ілініп тұрған балық пішіндес түрлі түсті баннерге түсті. Хачи, отыр. Енді ананы қарашы, деді ол кідіріп. Түпкі балғына ұқсайтын жалаушаларды көрдің бе? Оларды Жапониядағы ұл балалар күні таңғы Носекку мерекесінің құрметіне іліп қойған. Хачидің көзі иесінің ілуі тұрған жалаушыларды нұсқаған соқ саусағына ілесе көтерілді. Әулеттің әрбір ұл баласына бір-бір балық пішіндес жалауша ілу дәстүрі, деді профессор Хачиге. Бала күнімде маған арнап тап, мынадай тұқының суреті бар, ақ және қызыл түсті үлкен жалауша ілгені есімде, деп, қолымен желге тербеліп тұрған ең үлкен жалаушаны көрсетті. Тұқы өте күшті, батыл балық, досым. Суда жоғары қарай, ағысқа қарсы жүзеді. Ал ағысқа қарсы жүзу үшін табанды әрі батыл болуы ләзім. Ол өзіне лайық қашықтықты еңсерген соң, өмірдің кез келген қиындығы мен кедергісін жеңетініне сенеді. Сондықтан, ол балалардың бәрі, соның ішінде сен де, тұқы сияқты ержүрек, батыл болуға тиіссің. Хачи профессорды құлағынан түртіп, зейін салып тыңдады. Ұстазы, дәріс берген уақытта үнемі осылай істейді. Кеттік, Хачи. Пойыз келетін уақыт таяп қалды. Жүре ғой. Профессор жүріп кетті, ал Хачи соңынан ерді.
Бұл көктемнің қоңыр салқын күндерінің бірі еді. Бірақ олар теміржол станциясының баспалдағымен көтерілгенше, профессордың бетінен шым-шым тер шығып үлгерді. Ол көзілдірігін алып, ақ қол орамалымен маңдайын, мұрнының айналасын сүртті. Қайырлы таң, профессор. Станция директоры профессор Уэноны басын изеп қарсы алды. Сәлем, Хайчи. Қайырлы таң, Йошикава мырза. Профессор тағы да бетін сүртті. Мазаңыз болмай тұрған сияқты ғой деп сұрады ол профессордың жағдайына алаңдап. Бір стақан су әкеліп берейін бе? Жоқ, рахмет. Пейіліңізге ризамын. Жағдайым жақсы, деді профессор, қол орамалын қалтасына салып жатып. Содан соң тексерушіге бетін көрсетіп есіктен өтті. Осы сәтте, Хайчи, деп айқайлаған дауыс шықты. Иә, сол екен. Профессор мен Хайчи платформаға шыға бергенде, бала да қуып жетті. Мерекеңмен, Ясуо, деді профессор. Рахмет. Ясуо бірден итті сипалай бастады. Хайчи өсіп қалыпты ғой. Қазір оның бойы 2 футқа, салмағы 100 фунтқа жақын. Акита, кен ит тұқымдас ит үшін өте жақсы көрсеткіш, деді профессор дәріс беру мүмкіндігін қалт жібермейтін әдетіне салып. Қане, мына жерін ұстап көрші. Ол Ясуоның қолын Хайчидің төсіне апарды. Мұны түбіт дейді. Түбіт басқа жеріндегі жүнімен салыстырғанда қалың әрі жұмсақ болады. Түбіті шыға бастаса, Акита, кен ересек ит болады деген сөз. Ал мен әлі де өсемін, деді оған Ясуо, бойым ұзын болады. Менен де ұзын болама, деп әзілдеді аласа бойлы профессор. Солай сияқты, Ясуо онымен қатарласа тұрып, өкшесін көтерді. Ясуо, деді анасы, тағы да зілді дауыспен. Профессор оған жылы жымиып, сен ержеткенде үлкен азамат боласың, деді. Пойыз күндегідей уақытында сағат 9-да келді. Адамдардың бәрі мініп болғаннан кейін, профессор Хайчимен қоштаспаққа еңкейді. Сен сондай ақылды күшіксің. Ол күндегі сөзін тағы қайталады. Сондай тамаша итсің. Күлі Жапонияда саған жететін ит жоқ. Профессор Хайчидің басынан сипап, мұрнының ұшынан сүйді. Сағат 3-те келемін деп, тағы бір мәрте есіне салды. Көріскенше, кішкентай досым. Пойыз орнынан қозғалды, ал профессор әдеттегідей оған қолын бұлғады. Хайчи күндегідей пойыз қозғалып кеткенше шоқиып отырды. Бірақ бұл жолы ол мүлде күтпеген қылық көрсетті. Пойыз жылдамдық ала бастағанда, қатты үріп, соңынан тұра ұмтылды. Ауп, дей берді ол профессор Уэноны шақыра. Профессор абыржып, пойыздың терезесінен басын шығарды. Хайчиге не болуы мүмкін? Деп уайымдай бастағаны сол еді. Иттің тоқтап, платформада шоқиып отырып, құйрығын бұлғаңдата бастағанын көріп, көңілі орнына түсті. Сосын тағы да қолын бұлғап, Хайчи, даусың керемет, деп шаттана айқайлады. Тамаша ит. Көріскенше, кішкентай досым. Станция директоры Хайчидің жанына келіп, жүрелей отыра кетті. Сәлден соң, бүгін профессорға маңызды бірдеңе айтқын келіп еді, Хайчи, деп сұрады иттен. Бірақ Хайчи қайтала бермеді. Жай ғана бұрылып, ілбей басып кетіп қалды. Сағат тілі 3-ті соққанда пойыз Сибуя станциясына келіп тоқтады. Хайчи өзінің әдеттегі орнында, жол бойында шоқиып отырды. Екі көзі бірінші вагонда. Есік бір жағына жылжыды да, іштен ақшыл көк кимонолы әйел шықты. Кішкентай баласын арқалап алыпты. Екінші болып қолына газет ұстаған ер адам түсті. Одан кейін бірдей көк түсті белдемше, ақ түсті жейде киген, мойнында қызыл орамалы бар 2 бойжеткен көрінді. Профессор қайда болғаны? Хайчи қатқан мүсіндей тапжылмай күтіп отыр. Бір кезде платформаға Ясуо мен анасы шықты. Хайчи, деп айқайлады Ясуо оны көрген бетте. Ит оған көңілсіз көз тастады. Окасан, профессор қайда кеткен? Бүгін пойызға отырмады ғой.
Мүмкін, басқа вагонмен келген шығар, деді Такахаши ханым жан-жағына алаңдай қарап. Бірақ көрінбейтін сияқты. Хачи, профессор бұл пойыздан кешігіп қалған сияқты. Уайымдама, келесімен келіп қалар. Уайымдама, Хачи. Ясуо анасының сөзін қайталап, иттің басына қолын қойды. Хачи кеудесін тіктеп, құлағын түріп, темір жолдан көз алмай шоқиып отырды да қойды. Келесі пойыздан да түскен адамның бәріне қарады, бірақ ешқайсысы профессор болмай шықты. Одан кейін де бірнеше пойыз келіп кетті, бәрінен де көптеген жолаушы түсті. Кейбіреулер Хачидің жанынан асығыс өтіп жатты, ал кейбірі тоқтап, мамық жүнінен сипап өтуді ұмытпады. Хачи олардың ешбіреуіне назар аударған жоқ. Хачи сол күні түннің ортасына дейін отырып, келіп кеткен пойыздың бәрін көзімен шығарып салды. Йошикава мырза оған су әкеліп берді, тәрелкесіндегі күрішінің жартысын ұсынды. Бірақ Хачи ештеңе жемей қойды. Бір кезде, түн жарымда, ең соңғы пойыз келіп тоқтады. Профессор Уэно одан да түспеді. Профессор Уэно қайда жүр екен? Деді станса директоры дауыстап. Бас киімін шешіп, желкесін қасыды. Оның мұндай жоқ еді. Ешқашан пойыздан кешікпейтін. Станса директоры бас киімін қайта киіп, күн қағарын көзіне дейін түсіріп қойды. Кешір, Хачи. Стансаны жабуға мәжбүрмін. Ал саған үйге қайту керек. Бара ғой деп, Йошикава мырза ақ қолғабымен баспалдағы жақты нұсқады. Хачи директор тұрған жаққа басын бұрғанымен, денесі қозғалыссыз қалды. Кешір, бірақ сені шығарып жіберуім керек. Йошикава мырза мейірімді адам, бірақ Хачиді шығарар тұста амалсыз қатал болуына тура келді. Хачи шыққысы келмесе де, лажсыз көнді. Себебі стансаның есігі жабылып қалған еді. Ертеңінде сағат 9-ға таяу Ясуо мен анасы темір жол стансасына келді. Күн жылы, бірақ ауа ылғалды еді. Мамырдан гөрі шілденің ауа райына ұқсайтын. Платформаның ауасы еңсені басып тұр. Өбеткен жел жоқ. Такахаши ханым обинен ал қызыл гүлдің суреті бар ақ жібек желпуірін алып, бетіне жақындатып, желпіп қойды. Профессор мен Хачи қайда жүр екен? Деп сұрады Ясуо анасынан. Білмеймін, деді ол, платформаны көзімен шолып шығын. Такахаши ханым алуан түрлі кимонолар арасынан профессордың қою қоңыр түсті костюмін шарқыраздей бастады. Іс-сапарға кетіп қалды ма екен? Әлде сырқаттанып қалды ма? Такахаши ханым тағы да төңіректі көзімен шолып шықты. Ертең келіп қалар. Жүре ғой, Ясуо. Пойыз келді. Сол күні Ясуо мен анасы Сибуя стансасына қайтатын пойызға профессор Уэноның отырмағанын тағы байқады. Пойыздан түскен бетте платформадан да көре алмады. Бірақ Хачи әдеттегі орнында елеңдеп күтіп отыр екен. Қызық екен. Мен енді шынымен уайымдай бастадым, деді Ясуоның анасы. Қане, келесі пойызды күтейікші. Такахаши ханым мен Ясуо әректе тұрған ағаш орындыққа барып отырды. Көп уақыт өтпей келесі пойыз келді де жолаушыларын түсіріп кетті. Ясуо мен Такахаши ханым жанынан асыға өткен адамдарды бақылаумен болды. Бір қолына фуросиги ұстаған, бір қолына баласын жетектеген әйел. Алтын түсті түймелері бар күрте мен қою көк мектеп формасын киген жоғары сынып оқушылары. Ашық түсті кимононың сыртынан кең етек саржал белдемше киген жас қыздар. Хачи орнынан қозғалар емес. Ара-тұра ауаны тіміскілеп қойып, өткен-кеткен адамдардың жүзін тінте қарайды. Ясуо мен анасы да платформаны шолып шықты, бірақ көре алмады. Олар стансаға екі пойыз келіп кеткенше орындықтан тұрған жоқ. Адамдар лек-легімен Хачидің жанынан асыға өтіп жатты. Бірақ олардың ешқайсысы профессор болмай шықты. Жүр, Ясуо. Такахаши ханым орнынан тұрды. Станса директормен сөйлесіп қайтайық. Ол бірдеңе білетін болар. Ясуоның анасы Йошикава мырзаға ізетпен сәлем берді. Профессор Уэнсо жайында сұрайық деп едік, деді ол директорға. Бүгін пойызға мінбеді.